Сәлем балақай, қалың қалай? Бүгін біз сендермен қорқынышты динозаврлар туралы әнімізді айтамыз. Бірақта сен қорқып қалмашы. Келістік бе? Бастаймыз. Мен үлкен динозавр, Тирекс, мен ешкімнен қорқпаймын. Үлкен Тирекс, айналаны таптаймын. Тирекс, мен динозавр патшасымын. Үлкен Тирекс. Кәне, кім менімен жекпе-жекке шығады? Мен саған қаншалықты қауіпті және қорқынышты екенімді көрсетемін. Кім шығады? Трицератопс? Әлде сен стегозавр ма? Немесе сен анкилозавр? Кәне! Мен үлкен динозавр, Тирекс, мен ешкімнен қорқпаймын. Үлкен Тирекс, айналаны таптаймын. Тирекс, мен динозавр патшасымын. Үлкен Тирекс. Балақай, білесің бе, біздің Тирекс динозавр қорқынышты болып көрінсе де, шынымен ол өте мейірімді екен. Қарашы! Ол бізбен бірге достасуды армандайды. Қазір біз Тиранозавр Рекстің үлкен аузын жасап көрейік. Мінекей, ал бұл крокодилдің аузына ұқсайды екен. Кәнекей, бірге хоп, ашамыз аузымызды. Сен менімен бірге жасап көр. Ал, саған қорқынышты болды ма? Маған өте қорқынышты. Мен үлкен динозавр, Тирекс, мен ешкімнен қорқпаймын. Үлкен Тирекс, айналаны таптаймын. Тирекс, мен динозавр патшасымын. Үлкен Тирекс. Білесің бе, Тиранозавр Рекс екі аяқпен жүрді. Тиранозавр Рекстің ұзындығы 13 метр болды, ал салмағы 7 тоннаға дейін жетуі мүмкін. Ал оның қолдары кішкентай болған, 1 метр ғана. Бірақ олар өте мықты болатын. Ал балақай, саған қызықты болды ма? Тиранозавр Рекс қорқынышты болды, бірақ та біз онымен достасып, ол мейірімді досымызға айналды. Енді келесі кездескенше. Маған лайк басып ұмытпашы. Рахмет саған досым. Келесі кездескенше.